Бұл қыз әкесінің үйден шалқалап шыққанын білмеуші еді. Тек Қасымның шалқалап әкем шықты үйден деген өлеңін бір жерден оқығаны бар. Қыз жарық дүниеге келген адамның басымен шығатынын да білмейтін. Қалаға жұмыс іздеп келіп, аяғы ауырлап қалғанын да кеш сезді. Неліктен бұлай болды? Оның да себебін біле, ойы он санға бөлінді. Білместік пе, аңқаулық па? Әлде бұның түп тамыры ауылда өскен қызға қаршадайынан құлағына құятын да жататын ата-ананың жұрттың бетіне қарама, үлкен қағиға қарап сөз айтпа, алдынан кесіп өтпе деген тәрбиесі тұқыртып, соңыра бой жеткесінде кім көрінгеннің жетегінде кете беретін бейшаралыққа баулыды ма? Қалайда бұл да қиындық басына ерте түсіп, күн көріс үшін Алматы сында алып қалаға алғаш табан тиген сол бір естен кетпей ерекше күндердің бірінде Дәуренмен кездесті, танысты. Таныстық соңы күнде кездесу, күнде кездесудің аяғы ыстық құшақтың ақыры ауылдан келген жас қыздың іші бір күні бұлтиып шыға келді. Екі қолға бір жұмыс табылмады. Басқа мекемелерді қойғанда тіпті әлгі ауылдан келген қыздардың басын қосып, бәріне жұмыс тауып беріп жатыр деп газет бетін бермей қойған АХБК да бұның алдына есігін тарс жауып алды. Сосын амал қанша қаңғалап барахолкаға барып еді, бұнда қырғыз бауырлар өздері шығарған матасы мен көйлек көншектерін удай ғып сатып жатыр екен. Қазақ ағайын біздің тауарлармен салыстырғанда арзан екен деп, басы көзіне қарамай жапа тармалғай алып жатты. Барар жер басар тау қалмаған Сәния солардың зат тасыған арбасын сүйрейді. Күніне 300 теңге табады. Онысы ішіп жегеннен аспады. Пәтерақыда алқымнан алып тұр. Дәуреннің қарасы батты. Бұған кетерінде Ыстықкөл жаққа геодезиялық тәжірибеге барып қайтам дегенді. Ол не қылған бітпейтін тәжірибе. Бұған жасаған тәжірибесінің сиқы мынау. Құдай-ау, дүниеге адам келетінін неге ойламайды екен? Қаланың бір қу сирағы ұдайы алдап соғатын барлық ауылдан келген ашық ауыз ұялшақ момын қыздардай қара күн басына туған Сәния не істерін білмей сасқанда ауылға не бетімді айтам деп ойлады. Үйде әлі де үйлене қоймаған екі ағасы, 3 әпкесі бар. Әке-шешесі болса да күн көріс қиындап, жер дүниеге сыймай шырпыр. Сәнияның басы айналып көзі қарауытатын болды. Көп ұзамай жүрегі көтеріліп, құс-құсы кеп лоқси бастады. Қаланың қағынған қыздарына еліктеп, етегін қырыққан шолақ көйлектің алдыңғы жағы жоғары көтеріліп, киіп шешуі қиынға айналды. Қаладан жұмыс іздеп, азын шоғын ақша жинап, сосын оқуға түспекші боп келгенде, бар бітіргені көйлегінің етегін шолтитып қырқып, қарнын томпайтып масқара болғанын бірақ білді. Жылай-жылай көзі бүлеудей боп ісіп кетті. Әдептілікке тәрбиелеген ата-ана сорлы қыршын қызы ашық ауыз боп шыққанын білсеші, сормаңдай басты. Бұл Дәуреннің керек десе, қай жақтың жігіт екенін де жөндеп сұрамапты. Атырау деді ме, Ақтау деді ме? Бұның өзі біздің ауылдың ар жағы Ақтөбе, сосын мына жағы Ақтау, ана жағы Атырау. Аузын ашса, болашақ геолог барлаушымын деп көкейтін. Соңыра көресің, әлгі бір теледидардан көретіндей бізде бір-бірімізді бетімізге мұнай жағып, әр үйге есепші таштырамыз деп лепіретін де естіген. Бәрі бос сөз боп шықты. Бәсе, жоғары жақта отырған дөкейлер елдің ең байлығы балаларына бөліп беріп өзара қырқысып жатқанда, мына жақтағы қара сайрақ бейшараларға бір-бірінің бетіне жағатын мұнайдың жоғындысы тисе аз ба? Өзім де солай ойлап едім-ау. Сәния аңқау басы дәрігерге көрінуді де білмепті. Не жұмыс жоқ, не тұрақты мекен жайы жоқ. Қасындағы қыз да алыстағы ағайынның үйіне барып қайтам деп кетіп еді, кеткелі онан да хабар-ошар жоқ. Бір сөзінде, егер ағам жұмыс тауып беріп жатса келмеспін деген еді-ау. Сірә жұмысқа табаны іліккен шығар. Сәния үй иесі әйел келіп, құсқанымды көрсе не бетімді айтам деп қысылды. Жалмажан қолына іліккен ескі газетті умаждап, әуелі қол жуғышты тазалап, сосын суық сумен шайды. Пәтер ақыны төлейтін уақыт болғанында есіне түсті. Алматыға бұл келгелі 8 ай. Демек бойына біткелі 7 ай. Дәрігерге барып алдырып тастағысы келеді. Оған бірақ мұнда тиесілі орынға тіркелген мекен жайы болмағасын батылы жетпеді. Осындайлардың ретінде жетік жолдас қызы құрғыр көзден бұлбұл ұшты. Сол еді ғой, жанармай ішше шарана тұншығы бөледі деген. Сәния шошып кетті. Адамды қалай өлтіреді? Өмір бақи Құдай алдында күнәһар, адам алдында қара бет боп өткенше күшің жетсе, онан да өзіңе қол көтерген абзал емес пе?
Үй иесі апайға ақылдасқысы келіп бір тоқтады. Дәуренге де таныстырған сол еді. Әлі дүниеге келмеген бала шақшадай басы шарадай қылды. Не істерін білмей отырғанда есік ашылып, ішке аяғын ақырын басып үй иесі әйел кірді. Шай дайындап қойсаң нең кетеді деп бұған келе сала тиісті. Әпке, ұрыспай қоя тұрыңызшы. Сізге айтайын деген ол не? Мына ішімдегені қайтем. Жігітіңнің адресін білесің бе? Аты Дәурен, басқа ештеңесін білмеймін. Геологпын деген, Ыстықкөлге бір айлық практикаға кеткен. Қазақ қыздарының ауруы осы. Оқу іздеп келіп, соның аяғы әке шешеңе хабар бер. Қай бетіммен? Онда ту да жетімханаға өткіз. Құдай маған бір перзентті қимады. Сенің құтыла алмай отырсың мынау. Сәнияның іші бір бекі бүктетіліп бір үстіде қалды. Апа деген жан даусы шықты. Апа, апеке, мен қайбір бала тауып көріп едім. Сүйдеді де, ет жеңді толық әйел жалмажан телефонға қол созды. Жедел жәрдем бе? Жас қыз босанғалы жатыр. Иә, босанғалы жатыр. Сәния үй иесі әйелдің даусын болмаса, оның не дегенін естіген жоқ. Қолын қатты біреу, іші бауырын кебен инемен шаншып, жанын шығарқырата, қатты бұрап, көктеп тігіп жатқандай бебеу қағып барады. Бір орында тағат тауып тұра алмай, ішін қос қолымен қысып алған. Жаны қысылып дәлізге шықты. Ізінше қайтадан бөлмеге кірді. Апа, апатай, тағы хабарласшы. Жедел жәрдем деді үй иесі әйел. Бұл жолы бұның да даусы сасқалақтап ашулы шықты. Сендерге не болған? Ойбай-ау, айттым ғой, босана алмай жатыр деп. Су ақты ма? Қайдағы су? Оның көз жасының өзі көл боп үйді басып барады. Күтіңдер. Үй иесі әйел жедел жәрдем машинасына әйелдік жолын сәтсіз бастап, сергелденге түскен үріп ауызға салғандай бейшара қызды салып жіберді де қайда апаратынын сұрап қалды. Оның мойнында әлі бір айдың төленбеген пәтер ақысы бар еді. Машина қаланың қиян шетіне тартты. Жол қандай ұзақ, кедір-бұдыры көбейіп барады. Сартылдап-сұртылдап көтеріп соғып келе жатқан машина Сәния талай шыңғыртты. Жанын шығарған бір зіл қорғасын тұла бойын қара бақайына қарай төмен тартып қалшылдатып әкетіп барады. Қара тер көзіне құйылды. Жас ана жатырында жарық дүниеге келе алмай, қиғылық салған құртақандай жан иесімен бірге жаны қосыла қиналып жатып та, ара-арасында есін сәл жиғанда шетелдің бірінде әйелді теңізге ағын суда босандырады екен, ағыспен бірге толғақ та жеңіл болады дегенді газеттен оқиғаны еске түсірді. Көп елдерде босанғалы жатқан әйелдің қасында күйеуі тұрады екен. Сонда әйел асқар тауына арқа сүйгендей толғағы жеңіл болады екен. Бірақ бұның бәрі шетелде ғой. Сәния тағы да талықсып кетті. Көзін ашқанда үстел үстінде тырдай жалаңаш жатыр екен. Екі аяғын аспанға көтеріп қойыпты. Бәрібір әлгі бір сілдей қорғасын төмен сырғымай, ана жатырының дәл шығар жерінде кептеліп қалғандай. Осы бір қорғасындай зіл жол тауып сыртқа шықса, бұл да дүниенің бар азабынан ада боп құтылардай. Сонда бұның басындағы бар ауыртпалықтың бәрі баспана да, жұмыс та, оқу да жөнге келіп, ата-ананың бірге туған бауырларының алдындағы масқара ұяттан да ада боп құтылар еді. Апырай, шынымен де дүниеге адам келе ме? 7 айлық па? Білмеймін. Күйеуің бар ма? Білмеймін. Ол тағы да талықсып кетті. Өмірге адам әкелген талай әйелдің жан даусы шыға шырылдағанына құлағы үйренген мейірбике шапалақпен жағынан тартып жібергенде Сәния дереу есін жиып ала қойды. Бала теріс келді, мейлі ме? Ол теріс деген ұғымға түсініп те жатқан жоқ. Ол үшін жатыр аузына кептеліп тұрып алған батпан зілден құтылса болғаны. Теріс келсе балаң ұрпақсыз қалады, мейлі ме? Мынау мейірбике емес, құлағына төніп тұрған дәрігердің даусы сияқты. Мейлі, мен оны жетімханаға өткізем. Дәрігер енді мейірбикеге қарады. Мейірбике солай дегендей аузын байлап алған дәкені шешті. Дәл осы сәтте иығына ілген ақ халаты сыпырылып жерге түсе жаздаған, елең етпей ішке ентігіп кіріп келген жас жігіт аптығын баспастан: Сәния осында ма деді. Сен кімсің? Мұнда сені кім жіберді? Қосбармақова Сәния осында ма? Қосбармақова не? Ана жатқан сол. Сен кімсің өзі? Мен әкесімін. Кімнің әкесісің? Туғалы жатқан баланың. Қараңдар, мынау әкесі екен. Келгенің жақсы болды. Бала теріс келіп тұр. Анасы теріс туа беруге келісім берді. Теріс деп жігіт сәл мүдіріп қалды. Сен өзің теріс деген түсінесің бе? Адам анасынан теріс шығады. Теріс шықса ұрпақсыз қалады. Теріс шықпау үшін не істеу керек? Жатырды сойып алу керек. Мен теріс тууға келіспеймін. Сәния мыналардың бір сөзін естіп, бір сөзін естіген жоқ. Бір құлағына жақын күңгір-күңгірдің ішінен әлде бір дауыс естілгендей. Оның
осы бір бұның дәл қасынан жақыннан естіліп тұрған әлгі таныс дауыстың келіспеймін деген анық есітті. Мынау басқа ешкімді емес, анық Дәурен. Иә, сол. Сәния көзін ашып алғанда шынында дәл қасында тұрған Дәуренді көрді. Ыстықкөлден оралған бойда тура бұның пәтеріне барса үй иесі әйел болған жайдың бәрін айтыпты. Бұл естіген бойда құстай ұшып келген бет екен. Бір орында тағат таппай келіспеймін деп безектеп, арлы-берлі кезіп жүр. Сәнияның иегі кемсеңдеп кетті. Саған керек мен емес ұрпағың екен ғой. Ұрпағың арқылы ұрпақ өсірмек екенсің ғой. Сол үшін келген екенсің ғой. Жаны қиналғанда жалғыздықтың зәбірін қатты шеккен Сәния реніш өкпесін кешіре алмай, бір ыза бір қуаныш көкірегінде тайталасқан осы бір сәтте әлгі іші бауырына бұрып әкет бара жатқан зіл батпан бір төңкеріліп аударылып түскендей болды да қатты ышқынды. Сәния тағы бір ышқыншы, тағы бір ышқыншы. Дәрігер әйел оның екі қолынан тас қып ұстап тұр. Дәурен де бұл кезде дәрігердің қасында Сәнияға ентелеп төніп тұрғанда. Сәния қатты азап шеккен тұла бойдағы ақырғы бар күшін жиып, тістеніп, қатты бір ышқынғанда жатыр тұсындағы әлгі қорғасын жылжып сытылып кетті. Сол сәтте Сәнияның құлағына енді бір күшен бала айналып басымен келе жатыр, қойшы келе жатыр деп әлдебір ана даусындай мейірімді дәрігер әйел дауыс естілді. Дәурен, не қып тұрсың? Сәния не дегенін өзі білген жоқ. Енді бір шыңғырғанда әлгі қорғасынның тұсы жеп-жеңіл тартып іші босап қалғандай болды да іңгәлаған шаранан естілгенде тағы да талықсып кетті. Мейірбике шарананы шапалақпен құйрықтан тартып жіберді. Сен енді табаныңды жалтырат. Ұлды болдың, деді Мейірбике ала көзімен ата қарап. Жігіт иығынан сыпырылып түскен ақ қалатына қарамады. Ол жалғыз басының үшеуі боп тұрғанын да ойлаған жоқ. Мені туғанда анам да осылай қиналды ма екен? Өзің келмегенде балаң шалқалап шығатын еді, деді қасынан өте берген Мейірбике. Енді қойшының қозысы көп болатын болды. Шалқалап әкем шықты. Үйден деген Қасым өлеңінің осы жолын бұның да оқымаған болмаса, кімдікі екенін білмеуші еді. Енді соны ойлап, қиялы сансаққа кетті. Ол оқып қойса, босағамдағы күшік балтырымды қанатты деп айтатын шығар. Айта берсін. Бірақ ол ештеңеге ден қойып оқымайтын. Кітаптың өзін шұқшиып парақтап отырғанын көрмеппін. Шырғалаңы көп өмірінің өзі бір том болар адам ғой. Кітапты оқығанын қайдан көріп едіңіз? Жер бетінде бақыт жоқ.